Bir hadисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мешітке жүріп келетіндер. Қай уақытта? Қараңғы уақыттарда. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Қиямет қараңғылық болады, бауырлар. Тозақ, сұрақ жауап ол қараңғылықтың белгісі, қиындықтың белгісі. Егер Алла Тағала бізге тура жолды көрсетпесе, біз ол уақытта адасамыз. Алла Тағала бізге жарық бермесе, Алла Тағала бізге нұр бермесе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла Тағала мешітке жүріп келетін қараңғыда, құптан намазында, таңғы уақытта, ақшамда жүріп келетіндерге қиямет күні толық нұрды уәде етеді дейді. Толық нұрды қамтамасыз етеді. Ол ешқандай адаспайды. Жан жағының бәрі нұр болып тұрады.